Сәлеметсіздер ме, балалар? Біздің жаңа тақырыбымыз мынау қалың кітап. Здравствуйте, ребята! Наша сегодняшняя тема – это толстая книга. Біз бүгінгі сабақта тыңдаған материалдардың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріп, берілген тақырыпқа қатысты сөздерді тауып және сөйлеу барысында қолдануды үйренеміз, балалар. Новые слова нашего урока. Сабағымыздың жаңа сөздері. Кітап, кітап, книга. Дәптер, дәптер, тетрадь. Қаламсауыт, қаламсауыт, пенал. Ұштағыш, ұштағыш, точилка. Өшіргіш, өшіргіш, ластик. Қалың, қалың, толстый. Жұқа, жұқа, тонкий. Обратите внимание на картинки и запомните, это учебные принадлежности. Бұл оқу құрал-жабдықтары. Кітап, кітап, дәптер, қаламсауыт, ұштағыш, өшіргіш, сөмке, қарындаш. Қарындаш – это карандаш. Қалам – это ручка. Кітап, книга. Слово «кітап» заканчивается на звук «п». «П» – кітап. Ребята, внимательно слушайте. Если слово заканчивается на звук «п», и мы добавляем окончание, начинающее с гласного звука, то слово «кітап» меняется на «кітаб». «Кітаб». Например, жекеше – это в единственном числе. Бірінші жақ – это первое лицо. Екінші жақ – второе лицо. Үшінші жақ – третье лицо. Менің, первое лицо – менің кітабым. Сенің кітабың. Третье лицо – оның кітабы. Менің кітабым қалың. Моя книга толстая. Сенің кітабың жұқа. Твоя книга тонкая. Оның кітабы қалың. Его или ее книга толстая. Келесі первое задание. Бірінші тапсырма. Ауызша орындаймыз. Мы делаем это устно. Сенің сөмкеңде не бар? Досыңның сөмкесінде не бар? Что есть в твоей сумке? Что есть в сумке твоего друга? Менің сөмкемде қалам, қарындаш, кітап, ұштағыш, қаламсауыт бар. В моей сумке есть карандаш, кітап, книга, ұштағыш, точилка, қаламсауыт, пенал. Сашаның сөмкесінде өшіргіш, ұштағыш, қаламсауыт, дәптер бар. В сумке Саши есть ластик, точилка, пенал и тетрадь. Следующее задание мы делаем устно, в тетради выполняем. Суретке сәйкес сөздерді жазамыз, балалар. Угадайте, что на картинке. И в тетради пишите. Например, бірінші суретте пенал. Пенал на казахском будет қаламсауыт. Дальше так и продолжаем. Делаем все это самостоятельно. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания.